Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен күннің осындай аязында сізді жылытатын әрі өте пайдалы құрт көжені бірге дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге осындай қатты құрт қажет болады, және қазанымызда қайнап тұрған суды осы қатты құрттың үстіне ыстықтай құямыз. Келесі кезекте аз ғана ұнның үстіне бөлме температурасындағы суды құйып, венчиктің көмегімен түйіршік қалмайынша жақсылап араластырып дайындап қоямыз, және қайнап жатқан суымыздың үстіне күрішті саламыз. Менде видеоға түспей қалыпты. Және жаңағы қатты құртымызды жақсылап ыстық сумен еземіз. Дәл осы процесті мен 3 рет қайталадым, яғни қатты құрттың үстіне 3 рет ыстық суды қайта-қайта құйып қолмен ездім. Және ең соңынан осы жаңағы ұнды массамызды құйып, барлығын жақсылатып араластырып, шұжық болса, сіздерде шұжықты салып жүрсеңіздер болады. Барлығын жақсылап араластырып, тағы да бір 5 минут шамасында қайнатасыздар. Осымен біздің құрт көжеміз дайын. Үстіне сары май салып, ыстық бауырсақпен ішіп алыңыздар.